балабақшамыздың қызметкерлері. Бүгін бізде үлкен мереке. Біздің кішкентай балапандарымыз үлкен жолға қадам басқалы тұр. Бала біздің болашағымыз. Әр бала болашақ жарық жұлдыз дейді. Көтеріп келіп қолымен жетектеп үйге қайтатын, сәби еді бұлдырлап сағынышын айтатын. Тілі таза бүгінде, жүгірмейді бүгінде. Жүгірмейді аптығып, жүректері көрмәліде. Қоштасатын сәтті ұғып. Жамал Өмірзақовна, дұрыс айтасыз. Біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз, келешектегі біздің жарқын болашағымыз. Бұл балапандарымыз алтын ұясынан ұшқалы тұр. Біз осы балапандарымызға ақ жол тілеп, бөбек еді ол рас, кіп-кішкентай кешегі. Бүгін міне азамат болды бәрі деседі. Әріп танып сурет салып, жаттықтырды қолдарын, мектебіне шығарып сап, тілейік ақ жолдарын деп, кішкентай бүлдіршіндерімізді қошеметпен қарсы алыңыздар. Ақылына көркі сай, Сара мен ақылды жігіт Мансұрды қарсы алыңыздар. Айлин мен батыр бала Әмірді шақырамыз. Ергелі пысық арымыз Көзайын мен алғыр жігіт Әлиді қарсы алыңыздар. Ояусынан шөп алмайтын Мүслімді шақырамыз. Ақылды да сымбатты да неле мен сабырлы жайсаң мінезі бар Мағжанды қарсы алыңыздар. Сүйкімді ару, күлімдеген көзді Самира мен батыр жігіт Ерасылды шақырамыз. Білімдігі сұлу тұмары мен ойы алғыр Абдрахманды қарсы алыңыздар. Өзі сондай салмақты ару қызымыз Еңлік пен
қайсар мінезді ер жігіт Әділжанды шақырамыз. Топтың ең бауырмал сұлуы да іңкәр мен сұлу сымбатты Алдиярды қарсы алыңыздар. Жайдарлы жайсан сұлуымыз Альмира мен салмақты да батыр жігіт Батырханды шақырамыз. Жайдарлы жайсан сұлуымыз, сұлу да нәзік аруымыз Лаура мен батыр да батыл Айсұлтанды қарсы алыңыздар. Құрметті қонақтар, армысыздар. Бәріске есен аман бармысыздар. Таусылмайтын ағытып ой арманын, ал достарыма жол тілеп сөз тастап. Ақ тілекті ағытып бір тастайық, құстасатын кешімізді біз бастайық. Көркем сақтығы арайлы, болсын солай әркім. Әр айым. Армасызда жиналған көп қауымдар, той жиынсыз өмірдің мәні болмас. Бақшамызда талпынып қана қақты, 4 жылда 10 сол таныған жат. Шаш жүректің өмір құштары, тәрбиешілер баулыған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн бақшам менен, сол құстарым бәрде ұшқалы отыр. Баршамызды бала тілмен баурайтын, бала деген бір бақыт қой самғайтын, ата-ананың арманы мен тілегін, бала емес пе бал бұлақтан жалғайтын деп келесі әнге береміз. Біз бақытты баламыз.
балалар, Бақытгүл апай, сендерді осы кішкентайларыңнан қабылдап, сендерді қараған, сендерді күткен, осы Бақытгүл апайымызды анамдайсыз менің асыл ұстазым, өтті бізбен көктем күз қыс жазың, жылдар бойы тәрбиелеп аялап, болашаққа байтақ бір жол нұсқайсың деп. Бізді баптап қараған, күлімдеген жақсы адам, ақ төсекке жатқызған, басымыздан сипаған, Айгүл апайымыз бен Бақтыгүл апайымызды ортаға шақырамыз. Қарсаңыздар! Бақытгүл апай мен Айгүл апай! Балалар, естеріңде болса, сендерді мына осы кісілер қараған, сендермен бірге болды, сендер жылағанда сендерді құшақтап, аймалап, беттерінен сүйген мына осы екі апайымыз, Бақытгүл апай мен Айгүл апай. Бұл кісілердің орны ерекше, атап өтпесек болмасқа. Бақытгүл апай, Айгүл апай, әрдайым осылай жүздеріңізден күлкі кетпей, осылай алдарыңызда осылай тәртіпті де, биязы да, мінездері салмақты, ең күшті, ең мықты балаларды тәрбиелеп шығардыңыздар. Бұның барлығы сіздердің еңбектеріңіз. Енді сіздер осы балапандарыңызға, ұшқалы отырған балапандарыңызға өз тілектеріңізді, өз жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер. Әріптестер, кішкентай ғана балапандарым, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Оқу жылының аяқталуымен, балабақшамен қоштасқалы отырсыңдар алтын ұямен. Мектеп деген алтын ұяға табалдар басқалы отырсыңдар. Ақ жол, сәт сапар сендерге. Кішкентай ғана кеше ғана келген бүлдіршін едіңдер, бүгін кәдімгідей әпедеміз сүп сүйкімді боз баламен ой жеткен болып отырсыңдар. Кішкентай ғана қаншайыммен ханзада болып отырсыңдар. Балапандар, сендерге ақ жол, сәт сапар, дендерің сау болсын, ауырмаңдар. Не деймінші? Бір кіші әріптестерімді құттықтағым келеді, оқу жылының аяқталуымен. Еңбектеріңіз жана берсін, дендеріңіз сау болсын. Алдыларыңыздан осындай алтындай, алтын асықтай ұл қыздар ұша берсін. Балабақшаларыңыз көркейіп, өсе берсін, биік дәрежелерден көріне берсін. Міне биыл ұшқалы отырған балалар 2018 болса, осы балабақшаға биыл 18 жыл. Осы балапандар дүниеге шыр етіп келгенде осы балабақша ашылған. Осы балабақшаға 18 жылдығына байланысты міне 18 жыл балапандар түлектер ұшқалы отыр. Сіздер бақыттысыздар, осындай балабақшадан түлектерді ұшқалы отырған. Дендеріңіз сау болсын, рахмет құрметтеріңізге. Кішкентай балапандарымыз ауырмасын, қадамдары құтты болсын. Алтын ұя мектепте де осындай биік дәрежелерден көріне берсін. Балапандарымыздың қызығын көріңіздер, жетістігін көріңіздер. Әрдайым балабақшаны ұмытпай, апайларының еңбектеріне алғыстарыңызды білдіріп отырыңыздар. Не дейміз, шексіз қуаныштымыз. Бүгін сондай керемет күн, балапандар. Ерекше күн сендерге, сондай әдем болып отырсыңдар, сүйкімді болып отырсыңдар. Сендерді көргеніме қуаныштымын, дендерің сау болсын, бақытты болыңдар. Рахмет сізге көп. Бақтыгүл апай, сіздің орныңыз біз үшін әрдайым ерекше. Сізді өте қатты сыйлаймыз. Құрметті ата-аналар, сіздер құттықтаймын бүгін балаларымыз бітіріп жатқандарына. Балаларға тек ақ жол тілеймін, тек биіктерден көріне берсін. Әрине, жүрек толқиды. Кішкентайынан аймалап, сүйіп, еркелетіп өтірген апайлары ғой. Балалар, гүл шоқ гүлдеріңді апайларыңа бере қойыңдар. Айгүл апай мен Бақытгүл апайға.
Айташа, жемегенсіңдер ме? Естілмейді. Көңіл күйлерің қандай? Айжамал Өмірзақ қызы. Тамақ ішпеген ба біздің балалар? Және бәріміз бірдей айтамыз. Көңіл күйіміз қандай балалар? Жарайсыңдар. Ендеше ортаға Айзеренің командасын тақпақ айтуға шақырамын. Бала бақса, базалы үй, көшедегі азалы үй, сақтығы басуақта, үстіміз сияқты, мектепке енді баламыз, үлгілі оқысы боламыз, жақсы оқып сабақты, кілем бісік аламыз. Қуанышмен біздің мектепке біз қайтып, ұмытпаймыз өзіңді, балалар соғысып. Burada kanun bizi yapacak. Erkeğiyle anamız da öylece kuatladın gün bugün. Üstemene boyamız kuanışka ortakpız. Kutlu olsun toyumuz. Ой, бәрекелді, жарайсыңдар. Оқимыз, білім аламыз, болашақ жолын саламыз, ақса міне қостасып, бірін сізге барамыз. Тәрбие берген ұямыз, тәртіпті бала боламыз. Қостасып бала бақшамен мектепке кетіп барамыз. Бала бақша қош енді заман бол деймін, әке мен шешемді ертіп енді келмеймін. Рахмет балалар, отыра қойыңдар. Қарашы, бүгін күн қандай? Қалайша қаласың нұрланбай. Вальс билесе түлектер, жер шар айналып тұрғандай. Келесі кезекті вальске береміз. Қабыл алыңыздар. L'homme en peine, il vit par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, pareil n'attend rien. Rien d'autour, rien de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et parle souvent. Il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main, non, rien ne retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, oui, c'est love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore.
Балалар, сендер айтыңдаршы, қайда барайын деп жатсыңдар? Иә, мектепке барасыңдар. Ал сендер мектепке баруға дайынсыңдар ма? Дұрыс айтасыңдар. Мектепке бару үшін біз не апарамыз? Кітап, дәптер, портфель апарамыз, ручка апарамыз, Айжамал апай, мектепке сағыз, кәмпит, шоколад апарамын мен. Қалай қарайсыз? Балалар солай бола ма екен? Неге болмайды? А мен егер қарным ашса ше, балалар сендер қарындарың ашады ғой. Анда тамақ аламыз. Мектепте балаларға тамақ беріледі балалар. Ол жерде ешкім аш қалмайды. Ал менің анамныңдай тамағы болмаса ше, тәтті бола ма тамақ? Или балабақшаның апайы, аспазшы апайлары сияқты дәмді пісірмесе ше? Жоқ, мектептің де аспазшылары тамақты өте дәмді дайындайды. Ай балалар, бір дыбыс естімейсіңдер ме? Біреу келе жатқан сияқты. Көрдің бе балалар, Жалқаубек қайда? Тығылып қалыпты дейді. Ай, Жалқаубек, Жалқаубек. Сендермен ойнамай, мен айтпаңдар дедім ғой. Ренжітім. Балалар, Жалқаубек ренжіп қалды. Білгішбек, сенің досыңа не болды? Неге көңілсіз? Неге балаларға ренжіп тұр? Балалар, Жалқаубектің істегені дұрыс па? Бұлай істеуге болады ма? Болады, мен мектепке барғым келмейді. Барман, ол жақта мұғалім оқы дейді, ойнатпайды, мен ойнағым келеді. Балалар, Жалқаубек дұрыс айтып жатыр ма? Мектепке бармаймын дейді. Барман, мен тақпақ білмеймін, оқу білмеймін. Жазу да білмеймін. Жалқаубек, біздің балалар қазір саған үйретеді, оқуды да, тақпақ айтуды да. Сен ренжімеш, мектепке бару керек, білім алу керек, ертең үлкен азамат болу керек. Азамат болу үшін мектепке барып білім алу керек. Ал сенің портфеліңде не бар екен? Қане қарақшы балалар, берші маған. Қараймыз. Берші. Алпынайсың ба? Берші алмаймын. Мен ойыншықтарым бар. Мен қараймын. Іші толған ойыншық. Жалқаубек, бұны не? Біз кітап оқып, жазу жазбаймыз ба? Мен білмеймін ғой. Мен үйретемін ғой саған, қарашы. Әдемі балалар. Кел, давай. Ойнай бассын. Балалар, Жалқаубекке үйретеміз ба, қалай портфель жинайды? Қане үйретейік онда. Балалар, Жалқаубек бүкіл портфеліне барлық үйдің ойыншығын салып апты. Дұрыс солай апарамыз ба? Ендеше қазір біз Жалқаубекке үйретейік, портфельге не салу керек екенін.
Айжамал апайдың жағынан шықсын және Білгішбек апай жақтан шықсын, иә? Балалар, мен сендерге ойынның шартын түсіндірейін. Біз мектепке бару үшін нелер алып баруымыз керек, жаңа айттық қой. Әрине, сызғышта және кітап, қалам, бояғыштар да керек бізге, е? Қазір екі топ болып жарысып, үстел үстінде тұрған заттарды сөмке ішіне саламыз. Дайынбыз ба, балалар? Шығарамыз ба, балалар? Әрине. Ал, санайық балалар. 1, 'Жарайсыңдар, балалар. Сендер мектепке дайын екенсіңдер. Отыра қойыңдар. Тақпақ айту білмеймін дедің, иә? Енді қараш, қазір біздің балалар қандай тақпақ айтады екен. Қараш, жарай ма? Лаураның командасын шақырамын ортаға. Құшағанда жарқылдап өтті сәтті күндерім, билеп ән тыңдап алаңдауды білмедім. Бала бақша қош енді, әрге саған бол дедім. Әкеңді, шешеңді ертіп енді келмеймін. Қасамызды ұмытпай келіп кетіп болайын. Нәтиже апарып қалады ой қуанып. Ой, жарайсың, көркем. Қалай қызық көрдік, бірақ оны бөлекше. Бақшамызмен қоштасамыз, бүгінгі той ерекше. Күнде ертемен бақшаға келетінбіз ақтанда. Қызы күнде түстік, бала бақша бағында. Көп оқыдық, көп білдік, табиғат отан жайында. Қуанды бәрі қинайды, бақшамна алыс кеткені. Қажет қой бірақ білімді, кеңеседі өткені. Ана тілді ардақтап, ата салды біз көрді. Сурет салып, ән жаттап, би-билуді өлеңдіп. Жарайсың. Бала бақша, жаны дағы шаттықты. Бала бақша қорғаншы, балдың сәби жастықты. Қуанамыз, сыйлаймыз, қуанышты мәңгілік. Бақшамызға қимаймыз, қоштасатын көп бүгін. Жарайсың. Балалар, жақсы айтты ма тақпақ? Мен білмеймін, білгішпен үйретесің ба сен маған? Әрине досым, қараш қандай әдемі балалар. Бәрін біліп мектепке дайын.
айқай, көңілденіп шаттанып, би билейік балақай. Би нәзіктік композициясы. Қыздарды қабыл алыңыздар. жүректен қабылдаңыз, мың алғыс деп, осы балабақшамыздың тәрбиешілеріне тәрбиеші апайлар әнін қабыл алыңыздар.
жылы лебіздерін білдіргілері келіп отыр. Тұмардың командасын шақырамын, қарсы алыңыздар. Гүлден дерген бақшады, неге апай жақсады. Сондықтан да біз үшін артықсыз басқады. Айгөлге сайын қызынамын алғыр. Жайдағы жүз ай қабақ, жүреді бізбен аймалап, тобымызға жиі кеп. Білгенімді сұрайтын, ақыл айтып тұратын, алтын апайға көп рахмет. Елімді де әдемі бүкіл бақшаға қарайды. Тобымызға әр кіріскен халімізді сұрайды. Балаларды қорғайды, апайларға сыйлайды. Әдіскер Баян апай, мың алғыс. Қызық сабақ тренингте өткізген үнімдік талар жасыр істер бізде. Психолог Салтанат апай жайдары қалудасын бүгін біздерде. Салтанат апай бар ма бізде? Салтанат апай, психологымыз. Қолда сендер отыра қойыңдар. Айгүл, сосын топқа барған екен, тауып алып береміз. Жақсырақ отыра қойың. Иә, жоқ деген ойын ойнағым келіп тұр. Ойнаймыз ба? Ойнаймыз ба? Жарайсыңдар. Онда мен сұрақ қоямын, сендер мұқият тыңдаңдар. Сосын ол сұрақтың жауабын иә, не болмаса жоқ деп жауап береміз. Келістік пе? Мектепке біз барамыз ба? Кілең бестік аламыз ба? Айтқан тілді аламыз ба? Ақылды бала боламыз ба? Нан жеймін деп жылаймыз ба? Ертеңгісін тұрамыз ба? Сабақта отырып ұйықтаймыз ба? Ойыншықтармен ойнаймыз ба? Ек алғанда жылаймыз ба? Оқушы біз боламыз ба? Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, осы я жоқ ойынды аналарыңмен ойнап көрсем қалай? Көреміз ба ойнап? Жақсы ата-аналар, сіздер де тыңдаңыздар. Балаңызға әрқашан тірек боласыз ба? Мектепке апарасыз ба? Айгердің мамасы мектепке апармайын дейді сенің мамаң. Тамағын уақытлы бересіз бе? Төзімділікке сіз ары уақыт төзесіз бе? Сериал көріп жатасыз ба? Айгердің мамасы сериал көріп мектепке бармайын дейді. Ұрып, нұқып, үйретуге барсыз ба? Оқыту мұғайынның жұмысы деген кері тартпа сөз айтасыз ба? Сен оқып, мен оқып, шаршадым деп ұрысуға дайынсыз ба? Балаңыз үшін балаларды соғасыз ба? Бала үшін асулардан асасыз ба? Әрине, ана деген ол, ата-ана деген әрдайым бала үшін жан беруге де дайын, иә? Осы отырған аналарымыз, аталарымыз, әкелеріміз, әжелеріміз аман болсын дейміз. Бала шабыты конкурсынан бас жүлдені ұтып алған балапандарымызды Жүр досым кітапханаға әнімен қабыл алыңыздар.
иә, күнделікті айтып жүрген. Ортаға өз тілектерін білдіруге Айсұлтанның командасын шақырамын. Сәтбек ағам пісірген, мен сүтіні сүзген. Әлия, Дәмилә, Золғыр, Дәния апайлар сүзген мұңалға. Сауыққа болатай, ауады зулатпай, күнде болған абыден, қаққысыңыздар дер күнар, Айя апайларға мың рахмет. Сынып тұр денемді, сумыр болуға үйретті, Ебайға бәрімізден көп рахмет. Өйенгеміз үнеміз, шетемен шебеміз, Зауты әңгенді, мен болған бейенді, өткен ұсайға көйбәші, Папай мен ауқыз. Рахмет балалар, отыра қойыңдар. Құрметті ата-аналар, енді балаларымыздың сіздерге арналған флешмоб биі бар, қабыл алыңыздар. Балалар, ортаға шығамыз. Қадамды алжырмас бойың самғасын, көлікке мінбеймін, пойызбен жүрмеймін, ұшақта ұшпасам да аяқталмасын жаяу, алыс емес ауылда баяу, мен кетемін ауылға, қалма келемін жаяуда, жүрек дүрсілген қамда, бағына тауым суық жауда, тамаша табиғат жаяу жүр жауында.
ашық болсын. Біріншіге баратын бүлдіршіндерді балабақша меңгерушісі құттықтасын деп балабақша меңгерушіміз Айгүл Ерсайынқызын ортаға шақырамыз. Кезекті түлектерімізді біз мектепке атандырғалы отырмыз. Сол сәтмен сіздерді құттықтаймын. Мына жерде именно самұрық тобының балдарында айтуға болады. Негізі біз мына жылда 4 топты шығарып жатырмыз, мектепке атандырғалы отырмыз. Именно самұрық тобында айтуға болады. Тарыдай кіріп, таудай шығып жатыр. Себебі мына балдарды яслиден келіп жатқан балдарымыз. 4 жыл бойы біздің балдарымыз алған білімді, тәрбиені, шығармашылық қабілетті қазір көрсетіп жатыр. Апайларымызбен оларға, үлкен апайларымызға рахмет, барлығы жоғары деңгейінде өтті деп ойлаймын. Ол қаншама еңбек, қаншама уақыт, ол тек біз білеміз. Олар апайлардың арқасында ол барлығы. За каждым воспитанником вообще стоят не только воспитатели, а есть большой коллектив, хочу отметить. Это начиная от наших дворников, от наших охранников, которые вас каждое утро встречают с 7:30 утра. Это наши повара, которые, несмотря на непогоду, на пробки, в 6:30 уже находятся в детском саду, у газовой плиты. Это наши медики, которые каждый день проводят обход, каждый день осматривают детей. Пользуясь случаем, это специалисты наши. Это даже многие родители, ну это не в Даянов тогда, я но тогда даже были, чтобы среди бассейн бар, бассейнге келген балдар кейде бармасы среди удивляются. Это наши дене шынықтыру мұғалімдерімізге, барлықтарына барлықты, музыканттарға, хореографтарға, ИЗО мұғалімдерімізге рахмет айтқым келіп отыр. И әрине, мына жерде біздің ортамызда қазір келген Бақытгүл апайымызға үлкен рахмет. Если эта группа пришла при мне, и я помню, прям хорошо помню, как ни одно совещание у нас не проходило без Алихана и без Алдияр, Аматай Алдияр, Бақытгүл апайды, они никому күнбеді. Бір тәрбиешіге, бір нянечкаларға күнбей қалмайды топта. Бақытгүл апай оларды сүйретіп, көтеріп, бүкіл совещанияларға, бүкіл медиктерге, қай жерге барса, соны ертіп жүреді негізі. Бақытгүл апай, ол сіздің де еңбегіңіз мына балдардан. Және ата-аналар, құрметті ата-аналар, сіздерге де рахмет айтқым келіп отыр. Әрқашанда біздермен жақсы қарым-қатынаста болғанына, біздерді қолдап, сол сәтімен сіздерді де құттықтаймын. Енді сіздің балдарыңыз бір белестені бағындырып мектепке бара жатыр. Ал балдар, Айсұлтан, прямо не могу не отметить Айсұлтаны. Она же, вот мына жылда ол жігіт, біз көріп жатырмыз, мектепке уже дайын. Ана жылда қыздар кейде маған айтады ғой, Айгүл Ерсайынова, сіз қандай қабағымен келесіз, балабақшаға кіресіз, біз қарап отырамыз дейді, да? В каком настроении? Мен келгенде міндетті түрде апайлардан сұраймын, Айсұлтан сегодня в каком настроении пришел? Сондайды сәттеріміз болды. Айсұлтан завтраққа бірге отырып жүрді. А қазір уже біздің ападеміз сұлу, балдарымыз кетіп бара жатыр біздің балабақшамызға. Бірақ мен ойлаймын, біздің апайларымыз әлі де бізге келіп отырады, жүгіріп келеді біздің кабинеттерімізге, айтады, а помните вот Тумарды или там тағы балдарымызды, Айлинді, мақтанып келеді сол балдармен. Себебі сол балдар не айтқанымды уже балдар әрқашанда солай сұлу, әдемі болып жүре беріңіздер. Білім әлемде қанаттарыңыз талмай тек биікке самғасын. Болашақтарыңыз жарқын болсын, ашық болсын. Әрқашанда что біз естіп отырайық. Сіздерді тек жоғары нелерден, биіктерден көрейік сіздерді. Сақ білек сіздерді, ақ жол сіздерді. Сара қызымызға винетканы
Мағжан деді. Ата, мына жерге номинацияға аттары бар. Аттарын атаңыз дейді, аттарымен жазылған ғой. Енді оны Сіз айта беріңіз сонда. қай жерде аттары ең сүйікті. Ең сүйікті. Қол алып тұрмыз, кешіріңіздер. Амантай Айлин. Ең сүйкімді. Мағжан ең шапшаң бала екен. Али жігітіміз қайда? Ең батыл. Данеля. Ең суретші. Еңілік. Ең өнерлі. Айсұлтан, ең үздік әнші. Ерасыл, ең алғыр. Ата-аналар сосын түсіреміз. Лаура, ең әдемі. Алдияр, ең тапқыр. Абылай, ең үздік футболшы. Мүсілім, ең салмақты. Батырхан, ең сабырлы. Айзере, ең мейірімді. Көркем, ең сәнқой. Әлия, ең тәртіпті. Айкөркем, ең сұлу. Айкөркем. Әйдірәми, ең үздік биші. Альмира, ең сауатты. Әділжан, ең бауырмал. Замира, ең қайратты. Іңкәр, ең дана қыз. Әлихан келе ғой, ең топты еркесі. Құмар, ең кербез. Россия, ең зеректі бала. Катюша. Рахмет, сізге әңгімелесейін.
Айжан, Бақытгүл апай, сендерге құр қол келген жоқ. Сендерге өзінің сыйлықтарын ала келді. Соны балалар, сендерге сыйлағысы келіп отыр. Қабыл алайық, иә балалар? Балапандар, сондай бүгін керемет өнер көрсеттіңдер. Өскендеріңді көріп қуанып отырмын, қандай сүйкімдісіңдер. Мен сендерді сағынып, әрдайым еске аламын. Ертең біз сияқты мектепте де сондай керемет апайлар күтеді сендерді. Әрдайым сендер мен білемін, кішкентайынан сыйлық алған жақсы көресіңдер. Кішкене болса да көңіл болсын деп, бүгін мереке болғаннан кейін мерекелік сыйлық ала келдім сендерге, естелікке. Тәттіні жақсы көресіңдер ғой? Тамаша, ендеше бір сыйлықтан қазір ала қоямыз, е? Жақсы? Балалар, Бақытгүл апай сендерге сыйлық береді. Қабыл ала қойыңдар. Құрметті ұжым, бұл әлі де самұрық тобының ертеңгілік аяқталған жоқ. Ата-аналар артынан балабақшаны құттықтауға ата-аналарды шақырамын. Алдияр мен Айлиннің әжесі отыр. Сол кісі үлкен кісіні ортаға шақырғым келіп отыр. Ой, кешіріңіздер, Әмірдің әжесі отыр. Қарастырып жеттім. Қобалжып отыр ол кісі. Осы Арман балабақшасына үлкен алғысымыз шексіз. Бақытгүл Балғабаевна, сіздің еңбегіңіз зор. Осы балапандарды кішкентай кезінен бастап өзіңіз қабылдап, осындай үлкен қардай кіріп таудай болып шығып жатыр. Бұның бәрі сіздің еңбегіңіз деп білеміз. Әрқашан үлкен биіктерден көріне беріңіз. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Әрқашанда сізді сыйлап, қолдап, осылай алақанына салып жүретін ата-аналарыңыз көп болсын. Осындай талантты шәкірттеріңіз көп болсын. Сізді мақтан етеміз. Сізге үлкен рахмет. Ең сүйікті ұстаз деген номинациямызды Бақытгүл Балғабаевнаға бердіңіз. Құрметті ата-аналар, сіздерді құттықтаймын бүгінгі мерекемен. Осы мерекеге орай ұстаздарымызға, Арман балабақшасының ұжымына үлкен алғысымызды білдіреміз. Мінекей балаларымыз кішкентай болып келді. Жаңа айтып жатырсыз, тарғай болып кіріп деп. 2 жастан ғана келді. Сөзін не то что басқада біз өзіміз баламыздың тілін зорға түсініп, әрең дегенде тілін тауып алып келген балаларымыз мінекей бүгінде осындай ұйымдасқан, сондай өнерлі, өздерінің өнерін көрсете білетін, өздерінің өзіне не керегін айта білетін, сондай бір үлкен тұлға болып деп айталам, тұлға болып шығып жатыр осы жерден. Әрине Бақытгүл апай мен Айгүл апайымыздың еңбегі зор. Есімізде бәрі балаларды жылап, сыртап алып келеміз. Шамамыз жетпейді, шыны керек мойынды. Кейбіріміз өз балаларымызға өзіміздің шамамыз жетпей жатады. Әкелеміз, апай алып қалады. Бара беріңіз, мен өзім жыласа да қалдырыңыздар, біз өзіміз алып қаламыз деп. Сондай балаларымыз қазір Құдайға шүкір, мінекей өсті, өздері біледі, балабақшаға деп киімдерін дайындап, кейде қараймда таңғалған балалар өздері шкафтарын ашып, киініп, жаңағы бүгін дене шынықтыру бір-біріне жаңағы айтып жатады, подсказка беріп жатады. Осындай деңгейге жеткіздіңіздер. Көптен көп рахмет. Мынау кез келген затты сатып алған кезде бізде инструкция беріледі, инструкциясын алып қараймыз, оқимыз, ары қарай бұл затты қалай қолданамыз деп қараймыз. Енді біз бала
дүниеге әкелген кезде бізге ешкім оған инструкция бермейді балаға. Бірақ осы балаларды ары қарай өсіруге көмектескен сіздерге көптен көп рахмет. Бала тәрбиесін бізге жеңілдетіп отырсыздар. Ары қарай осы сіздер ұстаздан шәкірт озған күн тусын деп тілеймін әрбір баламызға. Осылай озып, жақсы атпен сіздерді атақтарын шығара берсін. Кейін үлкен биіктерден көрініп, болады ғой жұлдыздарымыздан жаңағы интервью алып жатырған кезде бірінші ұстазы, бірінші тәрбиешісі деген сияқты сондай алғашқы білім тәлім берген осы Арман балабақшасының атағы даңқы аса берсін. Мінекей жаңағы Бақытгүл бабаларымыз айтып жатыр ғой, 18 жыл болыпты деп. Осындай үлкен түлектерді, ұрпақты жалғастырып өсіре беріңіздер. Сіздерге көптен көп рахмет. Біздің топтың қорғаны деген номинацияны біз Айбарша Саматқызына ұсынып ең үздік тәрбиеші номинациясын Айжамал апайымызға ұсынып ең қамқоршы номинациясы біздің әрине Айгүл апайымызға. Сіздер білесіздер, иә, біздің топта ең ерке баламыз бар, Алихан. Сол Алиханның папасын ортаға шақырғым келіп отыр. Жылы лебізін айтсын. Келе қойыңыз Алиханның папасы. Бір минут, бір секунд. Екі сөздің басымен бастайын. Армысыздар. Бармысыздар. Сіздер теңіздің жағасында болсаңыздар, теңіздің толқып жатқан күнін көрдіңіздер ме? Сол күн бүгін осы балабақшада. Біз келдік қой. Келгендеріңізді көздеріңіз жұмып көріңіздер. Қалай келдіңіздер? Біреулеріңіздің қабақтарыңызға қар жауды, жаңбыр жауды, шаң болды, ұйқы көрмедік. Өз баламызды өзіміз жек көрдік. Өзіміз баламызды жақсы көрдік, бірақ әкелдік. Қандай болды балдарыңыз? Айтып артық келген уақытта біз ешкімді білмеуші едік. Мына балабақшаға айтарым алғысым шексіз. Оның ішінде біз ең бірінші таныған Бақытгүл апай, Айгүл апай болды. Өмірлеріңіз ұзақ болсын. Сіздерде арттарыңызда келе жатқан әскерлеріңіз, ұрпақтарыңыз бар. Дендеріңіз сау. Әрқашан солардың қызықтарын көріп нәсіп етсін. Отырған ата-аналар, әкелер аз екен бұл жерде. Алхамдулилlah, келесі жолы нәсіп болсын келу. Аналар жақсы, аналар балаларын жақсы көретін сияқты. Саусақ айтайын деген тілегім Бақытгүл апай, Айгүл апайларға алғысым шексіз. Енді айтып тұра беретін уақыттың өзі аз да. Апайдан тұра алдым. Соғысап сіздерге айтайын дегенім айтып алайыншы көңілім тұрғанда.
айта беріңіз. Бақытгүл апай, Айгүл апай, Айбарша апай, Айжамал апайларымыз жақсы. Мен сіздерге бір секрет айтып қалайын. Балаларымыз ұшып жатыр. Ұшырдық, міне баптап дейміз ғой, балаларымыз ұшады, Алла қаласа. Бірақ сіздерге бір секретімді айтайын. Осы сөзді сіздер балаларға айтып үлгердіңіздер ме? Біз өзіміздің балаларымызға оны айтпайды екенбіз. Ол сөзді біз балаларымызға айтпайды екенбіз. Ол мына сөз. Сіздер қай жерде жұмыс істесеңіздер де, біреу мынау үлкен мансап билікте отырғандар шығар енді, ақшасы бар. Бірақ сіздердің жұмыстарыңызға жетпейді. Міне жерде сіздер адал еңбектің арқасында жүрсіздер. Бала асырау оңай емес. Кішкентай бала, мен айтайын дегенім, бұлар періште ғой. Осы періштеге мына сөзді үйреттіңіздер ме? Құлыным, ертең өсесің, сен мені меккеге апарасың деп үйреттіңіздер ме? Бұлар періште. Періштелердің сөзі әлхамдулилlah қабыл болады. Алтын сөз ба? Енді білмеймін ғой сіздердің көкелеріңізде қандай сөз бар екен. Соқсақ, бұлар әлі мектепке барған жоқ. Мектептің жолы бөлек. Мектептің жолы бөлек. Мынау періштенің жолы. Осы періштенің жолында үлгеріп қалыңыздар. Бұлардан бір-екі ауыз сөз айтып үйретіп қалыңыздар. Соқсақ, осы балабақшаға келген ата-аналардың барлықтары біледі. Барлықтарымыз жұмыс істейміз. Жұмысымыз біреуімізге ауыр, біреуімізге жеңіл. Бірақ енді менің айтпағым. Енді мен өзімді бүгін бар ғой, оңашада тұрған жоқпын. Бірақ өзімді мен бүгін министр қыламын, өзімді президент қыламын. Өзім президент болатын болсам бар ғой, ең бірінші осы балабақшада жұмыс істеп жүрген. Мынау Бақытгүл апайлар, Айгүл апайлар, енді Айжамал апай, Айбарша апайлар, осының ішінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің барлықтарыңыз ғой. Мен ең бірінші сіздерге, бізге ең бірінші жұмыс істегеннен кейін не керек? Бізге қаражат керек емес па? Біз сіздердің қаражаттарыңызды молдаңыз қойып жеп. Алыңыздар. Мә, мынау сіздердің еңбектерінде. Көрдіңіздер ме? Ал бірақ енді сол кішкентай жалақыға болмай, сіздер осында жұмыс қыласыздар. Ол да бір тақсырдың жолы ғой. Оған біз өкінбейміз. Бірақ сіздер ең мықты, әділ жұмыстың астындасыздар. Соқсап сіздерге құрметті ата-аналар, мынау келіп отқан барлықтарымыздың бойымызда қазір толқын тұр. Бүгінгі күнімен шуақталмайды. Балаларымыз міне бүгін кетіп бара жатыр. Біз Алла білет, Алланың айтып атады ғой, адамда, қазақта мақал бар ғой. Қамшының сабындай өмірімізде. Соқсап біздің қамшының сабындай ғана өмірімізде сіз біздімізді жоғалтпай тұрғанымызда біздің қуанышымыз шексіз болсын. Соқсап, міне ең соңғы оқудың аяғында кездесіп жатырмыз. Бірақ осы мен келіп тұрам, балалардың барлықтарының аттарын біледі. Мысалы, ал кейбір ата-аналардың түрлерін білмейді екен. Көрдіңіздер ме? Бірақ ертең балалар өскенде бір-бірін табады. Ал біз ата-ана болып қаламыз ғой. Бірақ ертең көшеде кездескен кезде өте қиын жағдай бізде. Көрдіңіздер ме? Соқсақ, менің айтпағым барлықтарыңызға, бастарыңызға бақ берсін Алла тағала. Алла тағала жалғыз, 18 мың жаратушы жалғыз Алладан сұрайық біз. Біз адамнан сұрап атып қой, не болса да. Бірақ Алладан сұрап үйренейік. Алла тағала бәрін береді. Мен сіздерге тілейін дегенім, дендеріңізге саулық болсын, қажымас қайрат берсін, пейілдеріңіз ақ болсын, жүргендеріңізде жолдарыңызға Алла тағала әрқашан нұрын сепсін. Енді бүгін мен жақсы қуаныштар аяқталмайды ғой. Өздеріңізге көздеріңіз жоқ есептеп көріңізші. Енді осыдан кейін бір 15-20 жылда бұлардың үлкен жігіт болып өскенін көресіздер. Сол үлкен жігіт болып ертең сіздерге келіп, мынау
Арман балабақшасына келіп, олар келеді, Алла қаласа келеді. Апайлар, Бақытгүл апайлар да бар, Айгүл апайлар да, Айжамал апайлар да, Айбаш апайлар да келіп, сол күнге жетуді бізге нәсіп етсін. Дендеріңізге саулық тілеймін. Мынау дендеріңізге саулық тілеймін деп мен қайталап жатырмын ғой. Кеше өтті ғой, как раз біз келдік қой балабақшаға. Балабақша келген уақытта біз пандемия басталмай тұрған. Сол уақытта келген екенбіз. Ал көрдіңіздер ғой, пандемияның қандай ауру екенін көрдіңіздер. Ал бірақ сол уақытта біз қандай уақытта болдық. Сол уақытта біз сездік бізге денсаулық керек екенін. Соқса соңғы қорытпа сөзімді айтайын дегенім, барлықтарыңызға рахмет. Дендеріңе саулық. Денсаулық сатылмайды. Мен сіздерге бір қызықты айтайын. Үйлеріміздің бәрімізде холодильник бар тұрса, тамақты да жақсы жейтініміз бар. Қазақ болғаннан кейін етті де жақсы жейміз тұрса. Соқса, базарға барсаңыздар, бір кісі бар, базардан бар ғой, маған денсаулық керек деп барған адам бар ма осы? Базарда денсаулық сатылған екен. Мінекейіңіз, сендерге арнайын дегенім, дендеріңізге саулық деймін. Ауырмаңыздар, жақсы қуанышта кездесіп көрсеңіздер. Көп рахмет сізге, көп айтқаныңыз келсін. Балапандар, енді біз аналарымызға қош бол балабақшаның орындап берейік. Ортаға шыға қойыңдар. Орындыққа қоя қойыңдар. Орындыққа қоя қойыңдар. Қоштасар уақыттың жеткені ме, зырлаған жылдардың өткені ме? Тілеймін бөбектерім, мен сендерге, жығылма өмірдің өткеніне. Балалар, ұстаймыз балалар. Ризамын балалар әрқайсыңа, ашықтық тілеймін аспаныңа, жаратқан иесі шыдаудай дала, бағы бармақтай бақ берсін бастарыңа. Қоштасқым келмейді балалармен, уақыттың талабы қадала кеп. Білімді болыңдар бөбектерім, болады ертеңгі көмектерім. Балалар, қақпаймыз. Бақшаменен қоштасып барасыңдар, қош сау бол менің тілектерім.
арман